Бұл байқау енді ең алдымен афиша жасағаннан кейін Атырау Ойл парақшасы бар Инстаграмда, бүкіл атыраулықтардың қателеспесем 26 ба сондай оқырмандары бар. Сонда жарияланды. Кейін осы Фейсбуктағы жаңағыдай атыраулықтар отыратын парақшаларда хабарланды. Сонымен қатар осы студенттер көп жиналатын жаңағыдай аялдамаларда афишасы ілінді. Көбіне енді барлық назар интернет желісіне аударылды, өйткені енді көбіміз интернетте отырады дегендей. Бұл конкурстың ұйымдастырудағы мақсатым бұндай дәл осындай атпен конкурс сурет әлемінде болған жоқ, өйткені бұлдың өту барысы ардагердің басынан өткен оқиғасын тыңдай отырып, өзінің ой елесінен өткізіп, қағаз бетіне түсіру қажет болған еді. Мен тіркелуде ұялы телефон арқылы болды, яғни WhatsApp-қа тіркелу. Сол кезде маған көбі шықты негізі тіркелеміз деп қатысушылар, бірақ мен шартын түсіндіргенде, яғни ойдан салу керек деген кезде көбі шортақтап қаша басады. Шығармашылық суретшілерді табу қиынға түсті. Былай жаңағыдай достарының суретте оқитын жаңағыдай суреттен бір жақтан білім алып келген қатысушылар тауып, олармен сөйлесіп, осындай конкурстың маңыздылығын түсіндіріп, жаңағыдай қатысатын адамдарды осылай аздап жинаған жайым бар. Осы байқау туралы Кіші өнер академиясының жарнамасынан оқып білдім. Сол арқылы содан соң жаңағы Атырау облысында ардагер атамыздың үйіне барып, өз аузынан соғыста болған тарихын естіп, сол арқылы суретті бейнеледік. Бұл суретте ардагер атамыз самолеттен жаңа аударылып, өзінің аман қалған жөнінде бейнеленген. Қасындағы жан жолдастары иықтап, тіресіп, осы картинада бейнеленген жаңа соғыстан аман алып қалған, өлімнен былайша айтқанда. Көріп тұрғаныңыздай сол сәт бейнеленген. Бұл 5 жасымнан бастап айналсам, бұл қаннан берілген қасиет деп ойлаймын. Себебі әкемде, анамда суретпен айналысқан кезінде 5 жасымнан бастап, сосын осы 7 класста Кіші өнер академиясына түстім. Одан кейінгі Алматыда жүрген өнер академиясын бітіріп келдім биыл. Ендігі жылы Кіші өнер академиясында мұғалімдік қызмет атқарып жатырмын.